Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза тұтқан адамның қай уақытта дұғасының қабыл болатындығын айтып кетті. Ораза тұтқан адамның ауыз ашатын кезінде дұғасы қабыл болады деді. Қараңыз, Алла үшін шөлдедіңіз, Алла үшін аш жүрдіңіз, кешке дейін Алла үшін қиналдыңыз. Нағыз Аллаға арызыңызды өткізетін уақытта сіз беймарал, бейғам отырасыз. Көптеген мешіттерге барамыз, көптеген ауызашарларға барамыз. Дәл осы сәтте ғафлетте отырған бауырларымыз көптеген көреміз. Сен дәл сол уақытта суыңды, құрмаңды қойда, қолыңды көкке көтерді, Құдай тағаладан сұра. Құдай тағаламен екі ортада нағыз перде болмайтын, Алланың мейірімі, Алланың рахметі жауап тұратын осы сәт. Сондықтан да кімнің дұға тілегі қабыл болмай жүрсе, ауыз ашатын кезде көптеп Аллах тағалаға дұға тілегіңді айт, арызыңды айт, Аллах тағала міндетті түрде саған жауап береді. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, құрметті ораза тұтып жүрген бауырлар, осы сәттен қапы қалмайық.